Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сізбен өтетін тақырыбым нөмірлеу тақырыбы. Осы нөмірлеуден оқушылар көп қиналып жатады, сондықтан өзімнің сіздерге осындай бейне сабағымды арнамақпын осы тақырыпқа. Нөмірлеу тақырыбына келетін болсақ, кітап беттерін нөмірлеу, тағы басқа тұрмыстағы есептер көп кездесіп жатады. Осыған байланысты мынандай тапсырмалар, формулаларын шығару жолын сіздерге көрсетейін. Мысалы, айталық, бізге кітап бетінің саны 9-дан үлкен, яғни мына n деп алайық. Бұл кітаптағы бет саны берілген жағдайда осыған назар аударамыз. Бет саны 9-дан үлкен және 99-дан кіші немесе өзіне тең болған жағдайда қандай формула қажет болады. Және бізде цифр саны болатын жағдай бар. Цифр саны берілетін жағдайлар бар. Жазуым әдемі емес болса, кешірім сұраймын. Оны видеоны қайталап көре отырып түсінесіздер деген ойдамын. Цифр саны бізде мынандай жағдай болады. 9-дан үлкен әрине, және кіші 189-дан. Осында екі жағдайда біз есепті қалай шығарамыз, формуланы қалай қорытып аламыз. Біз енді бастапқы 9 бетке біз білесіздер 1-ден 9-ға дейін олар бір цифрмен жазылатын сандар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 десек, оларға біз бір цифрдан жібереміз. Сондықтан бізге 9 цифр қажет болады ол кезде. Және келесі жағдай, мысалы бізге бет саны беріледі 99-дан кіші немесе өзіне тең. Мысалы біз айтайық 96 беттік дәптер дейік. Немесе n деп айта берейік, түсінікті ғой сіздерге. n бетке біз екі неден пайдаланамыз. n беттің біз 9-ын алып тастаймыз, балалар. Неге? Өйткені біз ол 9 санды біз бір цифрмен жаздық. Енді біз екі цифр жазған сандарды табу үшін, яғни 9-ды алып тастасақ, ол 9-на бір цифрмен жазылған сандар, сондықтан оларды алып тастаймыз, және бізде сонда екі цифрмен жазылған сандар қалады. Егер мына аралықта берілсе. Сонымен біз мынаның барлығын қоссақ, бізге жалпы цифрымыз шығады, ол яғни кішкентай n. Енді осы формуланы шығару жолын көрсетіп жатырмын сіздерге. Сонымен мынаны біз барлығын қосайық. 9 қосылған, мына екі таңбамен жазылған, екі цифрмен жазылған сандар, ол бізде мынандай жағдай, n алынған 9 көбейтілген 2 тең бізде жалпы цифр. Сонымен біз мына формулада қайсысы берілді, соны орнына қойсақ, біз шығаруымызға болады. Енді біз мынандай формула. Кітаптың бет санын цифр беріледі, бізде көп жағдайда бет санын табу керек. Яғни n былай әзірше былай тұра тұрсын, n-9 көбейтілген 2 тең, мына 9 мына жаққа не? -9 болып барады. Және n-9 тең n-9 бөлінген 2. Бұдан міне n-ға да келіп жеттік. Яғни бет санын табатын формулаға. n-9 бөлінген 2. -9-ымыз мына жаққа келеді. +9 болып келеді. Сонда бөлшектерді қосуды орындасақ, n-9 бөлінген 2. Мұнда ортақ толықтауыш көбейткіш 2. Сонда +18. Сонымен бізде формуламыз шығады. Басқа түспен жазайын формуламызды. n тең n -9 бен +18 +9-ды береді. Сонымен біздің формуламыз шықты. n тең осы формула қандай жағдайда орындалады? Яғни бізде цифр саны 189-дан кіші болған жағдайда, немесе бет саны 99-ға тең, немесе одан кіші болған жағдайда осы формуланы пайдалана берсек болады, балалар. Келесі мынандай бір мысалға назар аударыңыздар.
85 беттік кітапты нөмірлеу үшін неше цифр қажет дейді. Яғни біз не істейміз? Жаңағы екі шығару жолын көрсетейін сіздерге. Яғни бірінші өзіміздің қарапайым жол біз жазамыз, яғни 9 цифр қосылған 85 алынған 9, өйткені ол не болды? 9 алған себебіміз 9 цифрмен біз бастапқы бір таңбалы сандарға жібердік. Сондықтан алып тастаймыз және көбейтеміз 2-ге, сонда бізде барлық цифр шығады. Яғни бізге барлық цифр табу керек. Яғни 9 қосылған 85-тен 9-мызды алсақ 76, 76-ны 2-ге көбейтсек 100, қанша 76-ны 2-ге көбейтсек балдар? 152, я? 152 қосылған 9-мыз 161 цифр қажет болады екен бізге. Енді балалар әртүрлі жағдай болады. Бізде есепке байланысты, есеп шартына байланысты. Кейде 3-ші беттен басталса, біз әрине не істейміз? 3-ші беттен басталса, онда 7 цифр жазар едік. Неге? Өйткені бастапқы екеуі нөмірленбейтін. Бізде көп оқулықтар білесіздер 3-тен бастап нөмірленеді, бірінші, екінші нөмірленбейді. Енді сол жағдайды ескересіздер. Мысалы, тағы бір осы 3-тен бастап нөмірленген тағы бір мысал келтірем. Келесі формула бойынша есептейтін болсақ, бізде қалай еді? n тең n-9 бөлінген 2 болған. Бізде бет саны белгілі, 85 бет. Ендеше осының орнына қояйық. 85 тең. Мұнда кешіріңдер, n плюс 9 екен ғой. n плюс 9 бөлінген 2. Сонда бізде қалай болады? Б 85-те 2-ге көбейтсек, 85-те 2-ге көбейтсем, балалар, 85-те 2-ге көбейтсем, n плюс 9-мыз шығады, және 170 тең n плюс 9. Бұдан, яғни цифрымыз шығайын деп тұр, 170 алынған 9. Бұл жерде 161 цифр шықты формула бойынша. Енді балалар қай жол өздеріңе оңай, сол жолды жаттығып үйренсеңіздер болады. Міне 161 цифр екеуінен де шықты. Қайсы оңай сіздерге өздеріңіз пайдалануларыңызға болады. Келесі мынандай жағдайдағы есепті қарастырайық. Егер кітапша беттерін нөмірлеу үшін 85 цифр қолданылса және 3-ші беттен бастап нөмірленсе, кітапшада барлығы неше бет болған дейді. Бұндай есептерді формула бойынша бірден қарастыра берейін, яғни біздің формуламызды жазып қойсақ, n тең n плюс 9 бөлінген 2. Яғни бізде 85 цифр қолданылса дейді, және бізде 2 бет нөмірленбей қалды. Оған бізге 2 цифр керек еді, оны біз қосып жазуды ұмытпаймыз, балдар. n деп тұрғанымыз 85 цифр қосылған 9-мыз формула бойынша, және бізде нөмір 2-3 беттен бастап нөмірленді, яғни бізде нөмірленбей қалған беттерді қосуымыз керек. Қосылған 2 бөлінген 2. Сонымен тең болады бізде 85 9-ын 94, 94-ге 2-ні қоссам 96, 96-ны 2-ге бөлсем бізде барлығы 48 бет екен кітапшамызда. Яғни 3-ші беттен бастап нөмірленсе деген формулаға сол екеуін қосуды ұмытпаймыз, балалар. Келесі жағдайдағы формуламызды қорытып шығарайық. Олай болса, бізде енді мынандай жағдай болуы мүмкін. Яғни бет санымыз 99-дан үлкен бет берілуі мүмкін, және ол бет саны кіші немесе тең 999, яғни 3 таңбалы болып берілсе, кітап беттерінің саны оған қанша цифр қажет екенін осы аралықта болуы мүмкін. Немесе цифр саны берілуі мүмкін, 189 цифрдан үлкен,
және кіші болуы мүмкін 2789-дан. Осы жағдайдағы формуланы қорытып шығарайық. Кешірім сұраймын, мына жерде 2889 болады екен. Қазір оның барлығын қалай шыққанын көрсетейін, түсіндіріп. Осы аралықта болса, біз формуламыз қалай болады? Яғни біз айттық, бастапқы 9 санға бізге бір цифрдан қажет, яғни 9 цифр. Одан кейін 10-нан 99-ға дейін бізде 90 сан 2 цифрмен жазылады. Олардың барлығына бізге 180 цифр қажет болады. Тағы да қайталай берейік. Және бізге n түрлі жағдайда n бет берілсе, одан біз алып тастаймыз 99 бетті. Өйткені олар 1-мен және 2 таңбалы цифрлармен жазылды. Сонда мынау сандарды алып тастаймыз. Яғни 90 қосу 99, оны алып тастасақ, бізге 3 таңбалы цифрмен жазылған сандар шығады. Сол кезде бізге осы жағдай шығады. Енді мыналардың барлығын қоссам, менде барлық цифр саны шығатын. Сол арқылы біз формуланы қорытып шығарамыз. Яғни 9 қосылған 180 қосылған n алынған 99 көбейтілген 3 тең бізге барлық цифр саны. Мына формула дедік, иә? Енді осыдан формуланы қорытып шығарайық. Мынандай жағдайларда қалай шығарамыз деген. Кеттік, олай болса, n минус 99 көбейтілген 3 әзірше тұра тұрсын. 189-ды мына жақта минус болып, n минус 189. Келесі, мына көбейтілген 3-тен құтылайық. n минус 189 бөлінген 3 болып өтті. Және n тең минус 99 мына жаққа барады. Плюс 99 болып. Плюс 99. Кейбір кітаптарда формула осылай ғана жүр. Мен арғарай толықтырып ашып көрсеткім келді сіздерге. Сонымен мынаның бөлімінде 1 бар дейміз, тең. Ортақ бөлім 3, мынаған 3-ті көбейтсем, және n минус 189 қосылған 99-ды 3-ке көбейтсек 270, 297 бізде. Сонымен мына жаққа формуланы толықтырып жазайық, басқа түспен алайын. n тең 3, минус 189 плюс 297, 297-тен 189 азайтсам 108. Сонымен n қосылған 108 деген формуламыз шықты. Яғни осы формулаға салып есептей берсек, біздің есептеріміз шыға береді. Біз бастысы есептің берілгенді қараймыз. Кітап бет саны берілсе, және мына аралықта тұрса, мына формулаға сала береміз. Немесе цифр саны берілсе, мына осы формуламен шығады. Жаңағы үстімен айырмашылығы осыларға қараймыз. Келістік. Көбінесе осы 2 таңбал, кітап бет саны 2 таңбал немесе 3 таңбал болып келеді. 4 таңбал көп келмейді. Сондықтан осы екеуін бір-бірінен ажырата білсеңіз болғаны. Солай. Келесі енді мысалдар қарастырайық. Сонымен келесі анықталған формула бойынша мына есепті қарастырып көрейік. Бірінші бетінен бастап нөмірленген кітапты нөмірлеуге барлығы 372 цифр қолданылды. Кітапта неше бет бар? Яғни біз оның формуламен шығару жолын қарастырайық. n тең n плюс 108 бөлінген 3. Бірінші бетінен нөмірленген, ол есепке сақ болайық. Мұны бірінші бетінен бастап нөмірленсе, біз осы формуланы тікелей қолдана береміз. Сонымен 372 цифр қосылған 108 бөлінген 3. 372-ге 108-ді қоссақ, бізде 480.
480 бөлінген 3. Ол бізде қаншаны береді? 160 бетті білдіреді екен. Енді сіздерге түсінікті болсын. Келесі енді формула бойынша шешетін болсақ, біз оны қалай шығарар едік? Формула емес, жаңағы қарапайым шығару жолы дейміз, алгоритм бойынша десек. Яғни бізде 9 цифр қосылған 180 цифр қосылған, бізде 372 цифр жаңа қарадық қой, формула бойынша ол 189-дан үлкен, сондықтан біз осы шығару жолына кеттік. N алынған 189 көбейтілген 3 тең бізде барлығына 372 цифр. Ол бәрібір осы формулаға келеді. Ары қарай шығарып көрсеңдер, осы 165-іміз шығады балалар. Сондықтан көп уақыт алмай қойын, ары қарай басқа есептерге кірісейік. Келесі есепте 640 цифр бар екен, және 3-ші беттен басталған екен. Барлығы 640 цифр, және 3-ші беттен басталса, кітапта барлығы неше бет бар дейді. Сонымен 3-ші беттен басталғанын ұмытпаймыз, осыған сақ болайық. N плюс 108 бөлінген 3. Және 3-ші беттен басталса, бізде 2 бет нөмірленбей қалды. Яғни оған 2 цифр кетті, бастапқы 1-ші, 2-ші бетке 2 цифр кетті. Осын қосуды ұмытпаймыз. Барлығы неше бет бар екен табу үшін. Және n-міз бізде 640 цифр. Осын орнына қоямыз. 108-ге 2-ні қоссақ, 110 бізде, бөлінген 3, ол тең 750 бөлінген 3, ол тең бізде 250 бет екен. 250 бетті осылай таптық. Бастапқы 2 бет нөмірленген жоқ, яғни оны ескердік біз балалар. Келесі 453 цифр берілген, және 1-ші беттен бастап нөмірленсе қанша бет бар? Яғни n тең 1-ші беттен басталса, біз 108-дің өзін ғана қоса береміз, бөлінген 3 тең 453 қосылған 108 бөлінген 3. Сонымен бұл 561, қателеспесем, 561 бөлінген 3. Бұның 561-ді 3-ке бөлсек қанша болады бізде? 540, 197 ма? Так, бірлет. Жүз 87 бет бар екен біздің кітапта. Келесі жағдай бізде 270 бет кітап берілсе, 270 беттік. Және осы 3-ші беттен бастап нөмірленсе қанша цифр қажет? Сонымен 270 формуламыз бойынша n тең n плюс 108 бөлінген 3. Осы формулаға салатын болсақ, бізде мынау бет саны белгілі. 270 тең бізге цифр саны қажет. n плюс 108 бөлінген 3 орнына қойдық. Бөлінген 3. Сонымен 270-ті 3-ке көбейтеміз, 670-ті 3-ке көбейтсек 210, 810 тең n қосылған 108. Бұдан шығады n тең 810 алынған 108. 810-нан 108 алсақ n тең 702.
Біз енді бастапқы шартқа ораламыз. Үшінші беттен бастап нөмірленсе, онда біз 702-ден алып тастаймыз, бастапқы 2 бет нөмірленген жоқ. Сонда бізге барлығы 700 цифр қажет болған екен. 270 беттік кітапты 3-ші беттен бастап нөмірленгенде бізге 700 цифр қажет болғанын ескереміз. Жалпы осы балалар тақырып бойынша бар білетініміз. Келесі бір осы бет санын табуға қатысты газет журнал беттеріне қатысты есептер көп кездеседі бізде математикалық сауаттылық сынақ тесттерінде. Солардың бір қатарына тоқталып, солардың шығару жолынан таныстырып кетейін. Мысалы, біз газет беттері, біз сіздер білесіздер, тігілмейді, яғни ода бір парағы екіге бүктелген, білулеріңіздей. Оның мысалы бізде ең бірінші бетін алайық, мынау газеттің сырты болсын. Газеттің сыртқы беті мынау. Ол жерде яғни бізден жеріміз бірінші бет болып есептеледі. Және біз қандай да бір 30 беттік газет алайық, онда мына жағында 30, Ал енді осы мына бірінші бетті ашсақ, бізде келесі бетінде қандай бет тұрады? Екінші бет тұрады, Мына жерде екінші бет тұрады. Мына бірінші бетті аштық, артында мына 2 деген бет тұрады. Ал мынау ең соңғы бет 30 болса, онда мына жерде бізде қандай? 29. Яғни 30-ға 1-ді қоссақ, бізде кез келген газет бетінің формасы қазір көрсетейін. 30 қосылған 1. Яғни бізге газеттің бір бетін тауып алды, оның бір жағында 1 және 30 дегендер жазылып тұрды. Газетте жалпы бет саны қанша деген сияқты есептер көп кезігеді. Осы сияқты 29 қосылған 2, яғни бір жағынан қарағанда осы екеуін қоссақ, бізде 31 шығады. Осылай жалғаса береді. 28 бір жағында 28 тұрса, оның бір жағында яғни 3-ші бет тұрады. Яғни газеттің ішінде тағы бір бет осылай жалғаса береді ғой бізде. Осылай жалғастыратын қарасақ, осылай жалғаса береді дейік. Енді бізде мынандай формула бар. Бет саны n болса, мына жағында қанша шығу керек? Бізде n бетте бізде қандай болу керек? Яғни n плюс 1 тең, мына жағында біз есептен шартына байланысты жаңағы жазылып тұрған сандардың қосындысы. Мысалы, мен тауып алдым дейін 27 және 4. Мен бір газет бетін тауып алдым, ол беттерде 27 және 4 жазылған, ол екеуін қоссам менде 31. Яғни n плюс 1 тең 31, n тең 30 деген бет. Яғни газетте 30 бет бар деп табамыз. Немесе журнал беті болсын. Енді осыған тағы да бірнеше есептер шығарып көрейік. Сонымен видео сабағымызды аяқтаймыз. Ары қарай бірге болыңыздар. Сонымен келесі жолда бір журналдың 2 бетін тауып алдық. Оның оң жағында 41-ші бет, сол жағында 12-ші бет жазылған. Журналда барлығы неше бет жазылған? Ендеше біз білеміз, n беті бар газеттің кез келген 2 бетінің қосындысы n плюс 1. Яғни біз осы 2 бетті қосамыз, оң жағында сол жағындағы бетті 12 қосылған 41 тең бізде қанша? 53. Бұдан n тең 53 алынған 1 тең 52 бет бар екен. Жалпы осы қиын емес тақырып, Жаңаға ұқсас есеп, оң жағында 73-ші бет жазылған дейді. Сол жағында 24-ші бет жазылған дейді. Осыда қанша бет бар барлығы? Яғни тағы да жаңағы форманы пайдаланамыз. n плюс 1 73 қосылған 24. Бұдан n плюс 1 тең 97, n тең жалпы 96 бет бар екен. Және тағы да мынандай бір есеп бар дейді. Газетте барлығы 48 бет бар дейді мысалы. Журналда барлығы 48 бет бар. Яғни бізде n бет болса, оның 48 беті бар газеттің кез келген бетін алып қараған кезде
Жаңағы оң жағындағы сол жағындағы сандарды қосқанда қандай үлкен сан қандай тақсан шығады? Бір тақсан шығады дейді. Ол қандай сан? Яғни сен 48-ге 1-ді қоссал 49 деген сан шығады. Осыны ұмытпайық. 1-ді қоссаңыз кез келген бетінің қосындысы 49 болады. 48 беттік газеттердің кез келген беттерінің қосындысы 49. Я? Тағы да осындай есептер. Сонымен осы бетті нөмірлеуге, газет беттерін табуға қатысты, кітапта қанша бет бар екені, қанша цифр қолданғаны туралы тақырып түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Түсінбесеңіздер қайтадан қайталап көруге кеңес беремін. Жалпы сұрақтарыңыз болса, жекеге хабарлассаңыздар болады. Номерім осы тақырыптар жинағымен бірге таратылады. Және YouTube-та каналым бар, соған да салынатын болады. Жақсы, рахмет көргендеріңізге.